ICT Mentorship екінші бөлім. Бұл бөлімде, яғни бұл сабақлығымызда біздер ликвидтіліктер хақындағы екінші сабақты өтеміз, яғни liquidity хақында. Бірақ бұл сабақта біздер уақыт ликвидтіліктері, яғни time-based liquidity де өтеміз. Бұл уақытларға текарланған, яғни күн, ай, хәптелердегі максимум һәм минимумлардағы ликвидтіліктерге текарланған сабақ болады. Сабақ басылануынан алдын сіздерге алдыңғы сабақ хақында бір ескертіп өтейін. Сол сабақта біздер buy side һәм sell side хақында өткен едік, яғни equal high, equal low хақында текарынан. Сабақты шығарғанымнан соң өзімнің аудиториямнан арасын айтсам, онша кеуілім толмады, себебі мені қолы қуатлап отырғанлар және маған рахметін айтып отырғанлар жүді аз. Мәселен, менің аудиториямды 100 адам атырапында айтсақ, мәселен, Telegram һәм Instagramға таянған халда аудиториямды 100 адам атырапында деп айтатұғын болсақ, тек қана олардың 3-4-еуі өзінің рахметін айтып, лайклар басып дегендей өзінің фидбэк пікірлерін білдіріп өтті. Ал YouTube'та болса лайклар да пікірлер де жүді аз. Соның үшін бұл сабақ, екінші сабақ сәл кешігіңкіреп шығып жатыр. Сіздер тарапынан келе тұрған әрбір лайк, пікірлер, ұсыныстар мен үшін мотивация береді һәм кейінгі сабақты шығару үшін маған күш береді, яғни энергия береді. Дұрыс, бірақ араңызда жүрек энергияға толы һәм сабақты үйренуге мотивациясы бар болған жастар, яғни трейдерлер көп екен, бірақ аудиториямызға салыстырғанда жүдә олар кемшілікті құрайды екен. Сіздерге жеткермекші болған пікірім сонан ібарат. Instagram болсын, Telegram, қандай социал тармақта бар болсақ, сол жерде өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп тұрың, қолдап қуатлау мақсатында лайклар, реакциялар беріп, онан кейін, мәселен, фидбэк берілетін жерлері бар, YouTube-ның астындағы коммент бөлімдері, сол бөлімдерде өзіңіздің ұсыныстарыңызды айтып өтсеңіз, видео хақында пікірлеріңізді айтып өтсеңіз, мен қуанып қаламын һәм сіздерге жағып атқанлығынан һәм сіздер пайда расында да бұл видеолардан, сабақлардан пайда көріп атқанлығыңызды көріп, яғни пайдаланып атырғанларыңызды көріп, мен олардан мотивация алған алда кейінгі видеоларды, сабақларды шығаруға асығамын. Яғни менде сондай энергия пайда болады. Мәселен, осы сабақта сіз мынадай қылып үйреттіңіз, ендігі сабақта көплеу мысалдар берін, емаса мынадай нәрселерді қосың деп айтып өтсеңіз де, бұл маған негатив ретінде емес, сабақты жақсылау ретінде. Яғни сіздерге қандай қылып түсіндірсем, қандай қылып сабақты өтіп берсем, сіздер толығырақ түсінесіз. Соларды мен үйрену керек һәм өзім қосымша етіп баруым керек. Солар хақында, сабақ хақында өздеріңіздің пікірлеріңізді комментлерде қалдырың, реакция һәм лайкларды аямаң, себебі бұлар people, тек қана бір секундтарды ажыратып, азғантай қолдап қуатлап жіберсеңіз, мен сабақлар шығарудан шаршамаймын. Сабақлар давам етеді. Демек, екінші сабағымызды басылаймыз. ICT Mentorship екінші бөлім. Бірінші сабақта buy side һәм sell side хақында өттік. Екінші сабақ уақыт ликвидтіліктері, яғни time-based liquidity хақында болады. Ал үшінші сабағымыз болса trend line liquidity хақында болады. Яғни тренд линиялардағы ликвидтіліктер. Оларды кішкене тема деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ ол кішкене тема емес, жүдә үлкен тема. Бұл сабаққа да қосып жіберу мүмкін, бірақ 1,5 сағат, 1 сағат болып кетеді. Оншелі көп мағдардағы мағлұматты алу сіздерге қиын болуы мүмкін. Сол себеплі әммесін майда-майдалап, бір сабақлап үйреніп бара береміз. Демек, бұл сабақта liquidity линиялары болған уақыт ликвидтіліктері сонан ібарат. PDH, BDL, PUH, PUL, PMH, PML. Біріншісі PDH, previous day high, кешегі күн максимумы. Кешегі күннің максимумында, сол максимумның сәл жоғарырағында ликвидтіліктер көп болады, ол жерде көбірек пұл болады. PDL, previous day low, кешегі күн минимумы, сол кешегі күннің минимумынан сәл төменірегінде ликвидтіліктер, пұллар көп болады. Онан кейін PWH, previous week high, өткен хәпте максимумы жоғарысы. PWL, previous week low, өткен хәпте минимумы төменінде. PMH та тап сондай, бұларға ұқсас өткен айдың previous month high, өткен айдың максимумының сәл жоғарырағында. Ал PML болса
previous month low, өткен айдың минимумы төменде ликвидтілер көп болады. Біздер бұл зоналарды әсіресе take profit зонасы ретінде қабылдаймыз, яғни біздер саудаға кірсек, сол зоналарды өзіміздің таргет зонамызды мақсатымыз етіп аламыз, һәм сол линияларға, сол зоналарға өзіміздің take profitіміз дәрежесін қоямыз, take profit ордерлерімізді. Онан басқа да біздер бұл зоналардан entry зонасы, яғни саудаға кіру зонасы ретінде пайдалануымыз мүмкін, яғни біздер сол зоналарға келгенде, сол ликвидлік алынғаннан соң, оның мәселен ПДХ алынса, оның жоғарысында ликвидлік қалмады деген мәнін біздерге береді. Һәм төмендегі ПДЛ қалып кеткен болуы мүмкін, немесе PWL өткен аптаның максимумы, минимумы қалып кеткен болуы мүмкін. Төменгі тарифте пул көп болады деген біздерде логика болуы керек. Һәм сол зоналардан біздер селға, егер ПДХ-ны кешегі күннің максимумын шешсе, яғни максимумдағы ликвидлікті алса, біздер селға кіреміз деген кішкене болса да логика болу керек, бірақ 100% емес болды. Себебі кешегі күннің максимумын алып та қайтадан байға қарай әрекетленіп кетуі мүмкін. Бірақ көптеген жағдайларда кешегі күннің максимумын алғаннан соң төменге қарай әрекет етеді. Ал кешегі күннің минимумын алғаннан соң жоғары қарай әрекет етеді базар. Бірақ бұл кіші таймфреймлерде, M15, H1 таймфреймлерде біздерге тасдиқ беру керек. Яғни чок дегенлерді білесіз, бос чок дегенлерді. Сондай ішкі структура сынуы, ішкі структураның өзгеруі біздерге тасдиқ беру керек. Сонда тасдиқты біздерге анық етіп берсе, біздер ПДХ-ны алғаннан кейін селға, ПДЛ-ны алғаннан кейін байға кіруіміз мүмкін. Ал мыналарда да тап сондай. Өткен аптаның максимумын алған кезде селға, минимумды алған кезде байға. Айлықта да тап сондай. Максимумды алған кезде селға азғандай болса да тасдиқларды, себеплерді іздеуіміз керек базардан. Ал өткен аптаның минимумын алған кезде біздер бай үшін себеплерді базардан ізлеп көруіміз керек. Біздер ICT трейдерлері ең көбірек, ең ахметлі болған ликвидлік зонасы ПДХ ПДЛ-дан ең көп пайдаланамыз. Себебі біздер дей трейдері болғаннан кейін, яғни біздер Лондон һәм Нью-Йорк кил зоналарында көбірек сауда істейміз. Бұл күннің орталарына тура келеді. Күннің орталарында болса, кешегі күннің максимумы һәм кешегі күннің минимумы алыну жағдайлары көп ұшырап тұрады. Сол себеплі біздер ең көп кешегі күннің максимумы һәм кешегі күннің минимумын ең көбірек пайдаланамыз. Оларды анықтаудың жоллары көп, ұсулары көп, бірақ сіздер аңсатырақ анықтап алуыңыз үшін екі түрлі жолын сіздерге көрсетіп өтемен. Индикатор арқылы анықтауыңыз мүмкін, һәм күнлік шам арқылы анықтауыңыз мүмкін. Индикаторда өзі ICT Midnight деген индикатор бар, сол индикаторды қосып қоямыз TradingView платформамызда. Сол платформада өзі вертикал сызықларменен күнлерді бөліп көрсетіп қояды. Ал күнлік шам арқылы біздер таймфреймді күнлікке өзгертеміз, яғни daily таймфреймге өзгерткенімізден соң ең ақырғы шамнан бір шам алдыңғы шамды біздер алуымыз мүмкін. Бұны кейінгі слайдта көрсетіп өткен едім меніңше. Міне, демек, шам арқылы анықтайтын болсақ, таймфреймді күнлік daily таймфреймге қоямыз, һәм ең ақырғы шамнан бір шам алдыңғы шамның максимум һәм минимумларын белгілеп аламыз. Мәселен, минимумды ПДЛ, максимумды PDH деп белгілеп алуымыз мүмкін. Кейін 15 минутлық кіші таймфреймге өткен кезімізде осы сызықлар тұрады. Анық болып кешегі күннің максимум минимумлары көрініп тұрады. Егер индикатор арқылы анықтаймын десеңіз, бірақ бұл аңсатырақ болады сіздерге, себебі TradingView платформаға кірген кезіңізде өзінен өзі осы күнлерді бөліп көрсетіп тұрады. Демек, бұл индикатордың аты, индикатор жазылатын жерге ICT Midnight деп жазасыз, тап осындай етіп, һәм бұл жерден Alpha ICT трейдердің ICT New York Midnight Open and 8:30 AM Open деген индикаторы бар. Осы индикатордан көпшілік ICT трейдерлері пайдаланады, вертикалы сызықлар арқылы күнді бөлу үшін. Осы индикаторды қосып қойың. Бұл индикатор тек қана күнді болу, кешегі күннің ПДХ ПДЛ-ны анықтау үшін емес, басқа да қосымша мағлұмат ретінде қолдануымыз мүмкін. Бұл индикаторда бірақ болған байланысты модельді кейінгі сабақтарда үйренеміз. Бұл жерде қосымша етіп индикаторлар хақында сіздерге бір мағлұмат беріп өтейін. Алдын сіздерге айтқан едім, үлкен сабақтардың ішінде осындай кішкене мағлұматларды беріп өтемен деп.
Демек бұл мағлұмат сонан ібарат. Индикаторларды біздер тек қана мағлұмат ретінде пайдалануымыз керек. Ал сілер үйренген, көпшілік адамдар үйренген ютубтан немесе басқа менторлардан, курслардан үйренген индикаторлар, яғни тек қана олар ұстазларға көрсетіп берген кезінде зор әсер береді. Мен де өзімді үйретіп өттім. Меніңше 3-ші ма 4-ші ма трейдингге кіру плейлистінде көруіңіз мүмкін. Сол сабақта индикаторлар тек қана біздерге мағлұмат үшін керек. Әр қандай индикатор, мәселен, мына жерден селға кіресең, мына жерден байға кіресең, мына екі линия кесіскен кезде біздер байға кіреміз, селға кіреміз деген нәрселерге байланысты болған индикаторлардың еш қайсысы 100% істеп бермейді. Себебі өздеріңіз қарап отқан кезіңізде ешбір индикатор, мәселен, бір-бірімен кесілісетұғын, линиялар кесілісетұғын индикаторлар өзіңіз реал базарда қарап отқан кезіңізде олар ешқашан бір-бірімен кесіліспейді. Тек қана олар, мәселен, байға аптрендке қарай кетіп бартқан тренд, мәселен, селға қарай өзгергеннен кейін, селдағы әрекетін жұмақлағаннан кейін ол графикте кесіліседі. Яғни ол уақыт өтіп кеткен болады. Мәселен, селға сигнал берді, сілер сол сигнал арқылы кірсеңіз, ол әлдеқашан селдегі өзінің әрекетін жұмақлап болған болады. Байда да тап сондай. Олым айтқанда RSI болсын, қандай индикатор болсын, ешбірі 100% істеп бермейді. Бұған жауап. Ал біздерде индикатордан пайдаланамыз, бірақ бұлар біздерге тек қана мағлұмат ретінде істеп береді. Жаңа айтқанымдай PDL, PDH алу үшін, онан кейін ICT Midnight Open һәм 830 Open біздерге бұлар зоналар ретінде, линиялар ретінде істеп беретін зоналар бар. Midnight Open деген бұған байланысты моделдер де бар. Бұлар біздерге керек болады. Және бір-екі индикаторлардан пайдаланамыз, олар біздерге сессиялардың көрсетіп береді. Олар әлдеқашан өтіп кеткен нәрселерді, яғни біздерге мағлұмат ретінде, ликвиділік зоналары ретінде істеп беретұғын индикаторлар. Мәселен, Азия High һәм Азия Low біздерге Лондон сессиясы уақытында керек болады. Нью-Йорк уақытында да бұлар керек болады. Себебі ең әхметлі ликвид зоналары тап сол Азияның уақытында формаласады, яғни пайда болады. Олым айтқанда PDL һәм PDH анықлау үшін сіз осы индикатордан пайдалануыңыз керек. Демек, PD һәм PDL реал базарда тап осындай көріністе болады. Мен сілерге шамалы формасын сілерге сызып бердім осы слайдта. Бірақ 100% осындай модель жоқ, тек қана сілерге түсінікті болу үшін сызып қойыппын. Мәселен, бұл жерде көруіңіз мүмкін, бағанағы индикатор бұл осындай вертикал сызықлармен бөліп көрсетіп тұрады. Мәселен, бұл 2-сі, 3-і, 4-і, 5-і, 6-сы күні. Мәселен, бұны бірінші күн деп алайық. Бірінші күннің, яқшы, бұны екінші күн деп алайық. Жоғарыда белгілеп қойып саналарменен екінші күні, осы екінші күннің бақа әрекетленгендегі ең жоғарғы максимумы PDH болады. PDH деп белгілеп қойыппын, һәм осындай линияны сызамыз. Ал осы күндегі, екінші күндегі ең төменгі минимум PDL болады. Бақа осындай рейнжде жүреді, һәм PDL-ны ол шамалы формасы, жаңа айтқанымдай, бұндай модель жоқ, 100% істеп беретұғын. Тек қана сілерге көрсету үшін осындай қылып сызып қойыппын. PDL-ны алғаннан соң төменде ликвиділік қалмағанлығын білдіреді, һәм жоғарыда PDH бар. PDH алынбағанлығы себеплі базар енді соған қарай әрекетленеді. PDH-ны алды һәм және төменге қарай әрекетленді. Осы үшінші күні және PDH бар, ал бұл жерде PDL бар. PDH-ны алды және өзінде PDL қалдырды. Кейін бұл PDH-ны алғаннан кейін өзінен 5-ші күні және бір PDH қалдырды. Һәм төменге қарай әрекет етті. Себебі төменде PDL бар еді. PDL-ны алғаннан соң бұл жақтағы PDL-ды қалып кеткен еді. Яғни кешегі күн минимумы осы жерде оны да алып кетті. Базарда тап осындай әрекетленеді, бірақ та 100% алғаннан кейін PDH емаса PDL-ны алғаннан кейін төменге қарекет етеді, емаса PDL-ны алғаннан кейін жоғарыға қарекет етеді деген стратегия емаса логика сілерде болмау керек. Себебі PDH-ны алғаннан кейін мынадай жағдай жүз берместен базар тек қана жоғары қарай өсіп кетуі мүмкін. Демек, PDH һәм PDL реал базарда тап осындай болады. Көріп тұрыпсыз, бұл күндегі PDL, яғни ең төменгі әрекет минимумдағы алынды һәм жоғары қарай әрекет етті. Ал мына PDH алынғаннан соң сәл жоғары қарай әрекет етті һәм кейін төменге қарай түсіп берді. Бұл жерде мына күні қалдырған минимум PDL-ны алды һәм жоғары қарай өсіп кетті. Ал PDH-ны бұл жердегі кешегі күннің максимум
сызып қойған, осы жерін алды һәм алып болғаннан кейін біраз жоғарыға жүрген һәм төменге қарай түсіп кеткен. Біздер PDH-ны алған кезде қашан селға кіреміз? Селға кіруіміз үшін M15-те H1-де болсын, H1-ден төменгі таймфреймдерде структура бұзылуы жүз беруі керек һәм біздер сол кезде селға кіре аламыз. Мәселен, бұл жерде PDH алынды деп селға кіргеніңізде сіз қайта кіресіз һәм стоп-лосспенен өзіңіздің капиталыңызды жоғалтқан болар едіңіз. Демек, бұл жерде кішірек таймфреймде енді берген болуы мүмкін, жоғарырақта, бірақ көріп тұрыпсыз өсіп кеткен жоғары қарай. Бұл әрдайым PDH-ны алған кезде төменге қарай түсіп береді, болмаса PDL-ны алған кезде жоғары қарай өсіп береді деген нәрсе емес. Біздер PDH һәм PDL кешегі хәпте болмаса айдың максимум һәм минимумларын біздер тек қана тек профит зонасы ретінде ислетеміз. Ликвидліклер әрдайым тек профит зоналары ретінде ислеп беру керек. Біздер бір ғана жағдайда оларды энтрай зонасы, яғни базарға кіру зонасы ретінде ислетуіміз мүмкін. Ол да болса кіші таймфреймде біздерге 100% анық тәрізде маркет структурасы, яғни базар структурасы өзгеру керек, чок пайда болу керек, бос MSS сияқты біздерге тасиқларды беру керек. Ол тасиқларды алуды кейінгі сабақларда үйретемен. Сіздер тек қана осы ликвидлік зоналарын табуды қазір үйренуіңіз керек. Яғни тек профит қоятығын зоналарымызды. Мәселен, бұл жерде кешегі күннің максимум һәм минимумларын белгілеп алдық. Базар мына жерде тұрған кезінде біздерде сондай ой болу керек. PDL-ны алыну керек, себебі бұл жерде екі equal low бар, алыну деген біздерде идея пайда болды ма? Демек, біздер осы жерде кіші таймфреймде осы PDL-ға хүжім етуіміз керек. Һәм осыны алғаннан кейін, егер де төменде ликвидитилер болмаса, басқа таймфреймлерде ликвидитилер болмаса, осы жерден кіші таймфреймде біздер қандай да бір тасиқ тауып, PDH қалып кетті. Бұл жерде buy side деп те алуымыз мүмкін. Осы жерге хүжім етуіміз керек. PDH біздердің тек профит зонамыз болу керек. Және бір нәрсені айтып өтейін, buy side, sell side сияқты терминдер, түсініктілерді біздер PDH, PDL деп те қолдануымыз мүмкін. Себебі, мәселен, бұл жерде кімдір бұл PDH buy side емес деп айту мүмкін, бірақ ондай емес. Екеуі бір нәрсе, тек қана атлары әрқилы. Біздер бұл жерде buy side деп жазуымыз да мүмкін, PDH деп те жазуымыз да мүмкін. Ал бұл жерде sell side деп те жазуымыз мүмкін, PDL деп те жазуымыз да мүмкін. Олар әммесі бір нәрсе, тек қана атлары әрқилы. Біздер buy side һәм sell side'ды жаңағыдай анық кешеге үйреткен жағдайларында сондай қылып жазсақ, біздерге анығырақ болады. Ал PDH, PDL деп жазсақ та, бұл қате емес. Қалеген өздеріңізге тура келгенін қолдана берің. Ал мына жағдайда да тап сондай, кешегі күннің минимумын шешкеннен соң базар жоғары қарай әрекет еткен. Ал осы жағдайда сіздерге бағанағы PDH-ны алғаннан кейін төменге түсіп кетпейтұғын жағдайын сіздерге көрсету үшін осыны алдым. Яғни кешегі күннің максимумын алған һәм жоғары қарай өсіп кеткен осы жағдайда. Яғни әрдайым реверс линиясы ретінде іздеп бере бермейді. Яғни орыс тілінде айтқанда разворот. Төменге қарай түсіп кетпейді PDH-ны алғаннан кейін, немесе PDL-ны алғаннан кейін әрдайым жоғарыға өсіп кетпейді. Базар өзінің жөнелісін давам етуі де мүмкін, тасиқ бермесе. Сол жағдай үшін идеал және бір мысал, PDH-ны алғаннан кейін базар жоғары қарай өскен. PDL-ны кешегі күннің минимумын алғаннан кейін жоғары қарай өскен. Nasdaq 15 минутлық көруіңіз мүмкін 21-нен 22-сі аралығындағы. Менімше бұл август еді. Августтың 21-22-сі аралығында болған жағдай екен. PDL-ны алғаннан кейін базар жоғары қарай өсіп кеткен. Яғни әрдайымда қайта бермейді деген мәністе бұл мысалды сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді сіздерге бұл сабақтан жұмақларды айтып өтейін. Уақыт ликвидліклері, яғни time based liquidity әрдайым реверс зонасы бола бермейді. Яғни сол зоналар алынғаннан кейін біздер қарама-қарсы тарифке қарай саудаға кіреміз деген логика сіздерде болмауы керек. Болу керек тек қана кіші таймфреймде сіздерге тасиқ берген кезде. Оны сіздерге қайта-қайта айтып жатырмын. Сіздер миыңызға сіңдіріп алу үшін, түсініп алу үшін. Тренд давам етуі мүмкін, жаңа айтқанымдай. Кейін біздер бұл PDH, PDL, PWH, PWL, PMH, PML ликвид линияларын таргет ретінде, яғни ТП дәрежесі етіп қолданғанымыз мақұл. Себебі
Ол жерлерге стоп лосс қойсақ та, ол жерден саудаға кірсек те біздер қателескен боламыз көп жағдайда. Ал таргет ретінде қойсақ, біздер алгоритмменен, яғни кешегі сабақта айтқан ACT алгоритмменен саудаға кірген боламыз. Біздер сол PTL һәм PTH сияқты time based liquidity өздеріміздің ТП зонамыз ретінде алсақ, базарменен біркелікте сол зоналардағы пулларды алған боламыз. Яғни сол зонаға hüjum етіп, алгоритмменен бірге сауда істеген боламыз. Кейінгі жұмағымыз алгоритмменен біргелікте оларға hüjum етуіміз лазым. Біздер сол зоналардан саудаға кіргеннен көре, сол зоналардан біздер take profit зонасы ретінде пайдаланғанымыз анағұрлым жақсырақ. Кейінгі жұмағымыз ликвиділік болып қалмаң. Болып қалсаңыз, сол жерге тіпі қойғанларға пулыңызды өткерген боласыз. Яғни сол зоналардан егер саудаға кірсеңіз, емаса PTL емаса PTH-ға өздеріңіздің стоп-лоссларыңызды қойсаңыз, сіздердің стоп-лоссыңыздың алынуы ықтималдығы жоғары болады. Сол зоналарға өздеріңіздің стоп-лоссларыңызды қоймаң. Бағана айтқанымдай, ол жерлер біздердің take profit зонамыз болу керек, һәм саудаға кіру зонамыз болу керек. Көбірек жағдайда take profit зонамыз, entry зонамыз болуы мүмкін, тек қана бағана айтқанымдай тастиқ себеплер соған біздерге тастиқ ретінде берген кезде. Яғни бұлдан сондай жұмақ шығару мүмкін. Ликвидлік болып қалмаң. Ликвидлікті аулайтұғын аушы болың, hüjumшы болың. Яғни алгоритмменен біргелікте саудаға кірің. Қазіргі трейдерлер, яғни саудаға енді кіріп отырғанлар, сіздерге бір өзімнің маслихатымды беріп өтейін. Мен саудаға кірген кезімде, бұны 2022 жылдары бұндай қарақалпақ тілінде, өзімізге тілімізге жақын тілдерде бұндай сабақлар болмаған. Сол дәуірде үйренген трейдерлердің көпшілігі инглиз тілде үйренген. Тек қана инглиз тілінен хабары барлар жақсы трейд істеп кете алған. Мен өзімді инглиз тілден жақсы білгенлігім себеплі көплеп ACT трейдерлері, яғни YouTube-тағы трейдерлерден үйреніп, басқа да интернет тармақларынан үйреніп, сондай мағлұматларды алғанмын. Сіздерде қазір сондай имканият болып жатыр. Сіздерге қарақалпақ тілінде сол ең ақырғы формаға ие, ең ақырғы рауажландырылған стратегия ACT қарақалпақ тілінде беріліп жатыр. Бұндай имканиятлардан сіздер үнемді пайдалануыңыз керек. Алдыңызға таслап қойылыпты, тек қана соны қабылдап алып, өзіңіздің әмелиятыңызды, карьераңызды қолдануыңыз керек. Бағанағы темаға келетұғын болсақ, маған дайректлерден, емаса комментария пікірлерінен маған пікір білдіріп, азғандай қолдап қуатлап тұрсаңыз, яғни лайк, реакция тарапынан де өздеріңіздің жораларыңызға, трейдер жораларыңызға бұларды бөлісіп, аудиторияны үлкейтуге өзіңіздің үлесіңізді қоссаңыз, мен бұнdan қуанышлы боламын, һәм кейінгі сабақты шығаруға менде энергия пайда болады. Сау болың трейдерлер, сіздерменен әрдайымгідей әжнияз.